Енді көп сұрап жатыр, шынымен түсінбей жатқандар өте көп, не болып жатыр араларыңызда деп. Енді екеуміз бүгін отырып сөйлестік шынымен де. И енді кішкене қай жерде біріміздің арамызда қателік кетті деген сияқты, қай жері ұнамады, мінезіміз болсын, қай жағынан болсын, сол туралы сөйлескен болатынбыз. Енді біз дальше қалай айтсам болады, бұл кісі сөйтсем мен сынап жүр екен, оказывается. Сосын мен ойладым, неге постоянно ер азаматтар әйелді ғана сынау керек деген сияқты. Бізде ертең тұрмысқа шығайын деп жатқан адамын полностью білуіміз керек қой, бізде оны сынауымыз керек деген сияқты. Сонда екеумізге де ой келді, ол кісі ұсынды бір енді қалай айтсам болады, ол жақта да енді екеуміз де қатты сыналайын деп тұрмыз, ол кісі де мен де. Енді көреміз, енді не болса да алда уақытта сіздерге де бәрін көрсетіп отыратын боламыз. Қызық болатын сияқты. Өзім де ойлап тұрмын қалай болады екен деп кішкене. Сол. Айгүл екеуміз енді біраз әңгімелестік, сөйлестік. Өзінен әдемі болып, мен бір предложение айттым, короче. Енді екеуміз арамызда конфликт болып қалды. Соның бәрін шешу үшін бір жаққа барып қайтайық дедім, бір-екі аптаға. Как раз бірімізді жақсы танып қалармыз деген сияқты. Тәдеміз енді келіскен сияқты болды. И қазір прям айттым, үйіңе бар да, чемоданыңды дайында, и кетеміз дедім. Соны көреміз енді, бірақ ол жақта мен ғана емес, сен де әжептәуір сыналайын деп тұрсың. Бұл кісіні де көреміз енді, барынша сынайық. В общем, күтіңіздер. Қатты қызық болатын сияқты что-то. Кешегі Ақтөбенің қызы намазхан мешітке барып. Жоқ, жап-жас қыздарға мешітте не бар? 12-де бір көрін ашылмаған қыз, ол жерде қаптаған ер адам. Ол түгіл табақтай әйел, біз қорқамыз баруға. Тіпті бізге қарамайды да шаруа. Мысалға деймін, томпиған әйелміз. Ол жерден біртүрлі ыңғайсыз нәрсе ғой, не бар саған? Ояқта тем более мешітте әйел адамдар кіретін есік бөлек, мен білсем. Бір баяғыда бір барып көргенбіз, сол қазір тіпті желанеміз де жоқ ояққа барады. Не бар саған мешіттің, ол мешіт деген көпшілік орын, ол жерде психически ауру да баруы мүмкін кішкене. Білмейсің ғой кімнің кім екені ол жерде. Сосын андай қылып сағылысып ұрысып тұр. Бәріміз де бірақ жындымыз. Мен бір анандай еркекпен ұрысып тұруға қорқам, тартып маңдайыңнан салып жіберсе милиция келем дегенше өлтіріп тастасаң, пышақ тығып алсаң айтесің. Ал қыз баласы ғой, сен мысалы, ол қыздікі дұрыс емес. Ол біреуге бәле салып, бір дұрыстау адам кездесе ма деп барған сияқты ол. Болмай қалып, мына ауруға кездесіп, ақшасы жоқ. Жаңа үкімет маған еш нәрсе жасай алмайсыз. Біріншіден Аллах, екіншіден халық, үшіншіден ата-бабалар мені қолдап тұр. Лучше менің әрбір сөзіме халықтың атынан деген сөз, халықтың атынан айтып тұрмын. Мына баян бастаған адамдарды тексеруіміз керек. Мәдениет саласында былық өте көп. Сол былықты жоймаса, ертең президентіміз Тоқаевтың шырайы шықпайды. Бүкіл халық оның істеп жатқан еңбегін көрмейді мына жаңа үкіметтің. Міне осы былықтарды біз дұрыстауымыз керек. Бұрыннан қалған адамдарға керегіміз Назарбаевтың жұмыс істеген әйелді ғой бәрі. Мен әдейі бүгін соларға тіл тигізіп салып қойдым. Менімен соттасып көрсін. Маған соттас, сол кезде халық менің артына қалай шұбыратынын көрсетейін. Бүкіл Қазақстан төңкеріп тастайтын халық еді соңынан. Сондықтан маған керек емес лишний разговор, орысша айтқанда баянның тілімен. Баян шаянды тексеріңіздер. Срочно КМБшниктер